Лайфхак бұл жаныңызда бар дүниелермен тығырықтан шығудың бір жолы деуге болады. Қайырлы таң көрермендер. Біз бүгін мынадай түтікшелердің көмегімен қалай жол табуға болатынын көрсетеміз. Күнде болмаса да кейде аяқ киімнің немесе киіміңіздің бауы мынадай болып шашырап кететіні бар. Осы кезде бізге қолыңызда болса түтікше көмектеседі екен. Ол үшін түтікшені сәл кішкене етіп қиып аламыз. Және осыны баудың сау тұрған тұсынан бастап өткіземіз. Шашыраған жер сәл жиналды. Енді осыны аламыз да оттықпен сәл-сәл күйдіреміз. Оттықты қатты жақындатқан кезде көргендеріңіздей басы күйіп кетіп жатыр. Әлі сол бос күйінде тұр. Мүмкін тағы бір кесіп қайталап көрейік. Мынау жарамсыз болып қалды, жан-жағының барлығы күйіп кетті. Негізінен лайфхак деген ол бірден істей салған кезде жүзеге асып кету керек. Бірақ біздікі жүзеге аса қойған жоқ әзірге. Ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Керісінше біздің жұмысымызды одан сайын көбейтіп жіберген сияқты. Мүмкін бұл оттыққа да байланысты шығар. Біз қазір оттықты ауыстырып, басқа түрімен жасап көреміз. Екінші оттықпен де жасап көрген едік, бірақ бұл да жүзеге асқан жоқ. Көргендеріңіздей жанып, өртеніп, балқып кетті. Сондықтан күнделікті өзіңіз пайдаланып жүрген, жаңа басын күйдіріп, осылай жасай салуға болады, немесе жаңа бау сатып алуыңызға тура келеді. Келесі лайфхагымыз түтікшенің көмегімен шеңбер сызуға арналады. Бұл енді оқушыларға өте қажет лайфхактардың бірі шығар. Өйткені геометрия сабағында кейде циркуліңіз болмай қалуы мүмкін. Сол кезде егер қолыңызда осындай түтікше болса, оны кішігірім етіп қиып, шеңбер сызуға арналған құрал жасауға болады екен. Қазір бірге жасап көреміз. Ол үшін алдымен ұсақ етіп, бірнеше түтікшені қиып аламыз. Енді біреуін мынандай үлкен етіп қиямыз да, осының жанына мына кішкентай қиылған сақиналарды желіммен жинап шығамыз. Осындай шеңбер дайын болды. Қазір енді сәл кішкене кеуіп кеткенін күтеміз. Қазір біз шеңберді сызып көреміз. Шеңбер сызылды, бірақ тым әдемі емес. Түтікшеден жасаған шеңбер сызатын мынандай құралымыз желімнен ажырап қалды. Яғни бұл уақытша болғанмен тым ұзаққа жарамайды. Сызған шеңберіңізде көңіліңізден шықпауы мүмкін.